Ассалаумағалейкум, кенті халық, қалайсыздар? Мына қараңыз, боқ су, канализацияның суы. Аяқтың бәрін алып жатыр да. Аяқта тұрғындар тұрады, сасып жатыр. Бақсып жатыр аяқтың. Біздің акимат Жандос Тасов өткенде айтып ек қой, боқ судың бәрі көшеге шығып жатыр дегенде. Ойбай, анау мұнау деп жауап бергендерің қайда? Мен қудалағанша осындай тірліктермен айналыспайсыңдар ма? Тасып. Осы проблемаларын шешу мәселесін қарастырмайсыңдар ма? Тасып Жандос. Мен артынан замдарыңа арыз жаздыра бермей. Аңғарсana, байғұстар үй салайын деп жатыр, халық тұрғындар. Ағарын бәрін боқ су алып жатыр да. Мәні біздің акимат қайда қарап отыр? Көшеріп Нұрхан мырза. Мәні өткенде айтқан сөздің дәлелі. Мәні қайшама учаскіні бұларды халық үй саламай отыр да. Бұларды боқ су алып отыр да. Боқ су, канализацияның суы. Бұларды тұрғындар үй салғысы келеді. Қалай үй салады? Қайшама расход болып отыр да халық. Топырақ төгіп, алдына бөгет жасап. Міне, ертең анау тұрған үйлердің асатып берсе, кім жауапты болады соның бәріне? Мен қудалағанша көшеріп Нұрхан мырзалар, Тасып мырза үстіне арыз жаздыра бергенше осы мәселені шешу мәселесін таппайсыңдар ма одан да? Если адал қызмет ететін болсаңдар, президентіміз жаңа Қазақстан, әділетті Қазақстан деді. Әділетті Қазақстанға жұмыс істейтін маман болсаңыздар, осы мәселені шешудің несін таппайсыздар ма? Ал дейтін еді, шешу мәселесін. Мен қудалап істен арыз жаздыра бергенше әр замдарыңа. Қайда шешімі қайда? Мынада халық қалай үй салады араға? Боқ су ағып жатыр, міне. Міне, сіздерге осы жерге тұру керек пәлей. Боқ су ақпау үшін. Міне. Бір көшені алып жатыр қазір.